болған оқиғаның ізімен мыңбасы аталған жамбас айғырдың ерліктері туралы хикая. Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданынан шыққан жамбас атты айғырға қатысты әңгімелерді елге барған сайын құлағым әр жерден шалып қалып жүрді. Сабақты ине сәтімен деген бүгін 2015 жылдың қазан айының 15 күні айтулы аттың иесі Әлібек Оспанбаев пен Қасым Қайсенов кентіндегі қарындасым Салтанат пен күйеу балам Мақсұттың еңселі үйінде осы тақырыпты тілге тиек етіп отырмыз. Әлібек, саған қойар алғашқы сұрағым, неге бұл айғырға жамбас деген ат қойдыңдар? Жамбас биыл 16-ға толды. Тұқымы кәдімгі қазақтың қазанаты. Азынаған айғыр нағыз жауынгер жылқысы. Оның тұрпаты құлам бас, жұмыр мойын, қалың жал, ашын төс, кең омырау, жарау қарын, дөңгелек сауыр, жазық жауырынды, шоқпар сан, тік бақайлы, болат тұяқты. Көзі қыран бүркіттің көзіндей әрқашан оттай жанып тұрады. Қорқу, үрку дегенді білмейді. Алтайдың қалың жауған қарын тор айғыр ледоколдай жарып шабады. Өрге қарай өрлігенде оған ешкім жете алмайды. Шаршау дегенді білмейді. Бір түн, бір күн онымен табынды айдағанда қыңқ деген сыр білдірмейді. Торыны дөнен кезінде өзім үйретіп алдым. Содан бері менің өмірімді де және жылқышылық абыройымды да қорғап келе жатқан осы жануар болады. Оның жамбас деп аталуына мына оқиға себеп болды. 2004 жылдың ақпан айының ортасында 30 шақты жылқылар бар оның үйіріне бір топ аш қасқырлар шабады. Мықты айғыр үйірін сақтай алады, ит құстан қорғайды деген қазағымның сөзі рас. Сонда алпауыт айғырым ең алдымен тай, құлын, жабағыларды қорғап, дала бөрілеріне алдырмады. Үйірді бір жерге төмпенің басына иіріп, жыртқыштардан қорғап қалды. Бірақ өзі ашуланған қасқырларға қатты таланды. Қаскөйлер ұстараның жүзінде езу тістерін оң жаңбасқа аямай салып, сан еттерінің паршасын шығарған. Бізді ет қызумен ештеңе білмеген жануарым жалы күдірейіп, арқырап кісінеп қарсы алды. Бұлшық атқан саннан қан тоқтамай ағылды. Айдалада аянбай жараланған жануарға не істей аласың? Ем-домды ауылда ғана жасай аласың емес пе? Сосын табынға тағы да қасқырлар қайтадан шабуы мүмкін деп, жылқыларды қыстаққа қарай айдадық. Жаңағы айтқанымдай, ет қызуымен ештеңені елемеген тұлпарым ат қораға кірген бойда сұлап түсті. Әлібек, мына айғырың мал болмайды. Жанын қинамай басын кесу керек, деді бригадиріміз Жақып аға. Мен оның үкіміне үзілді-кесілді қарсы шықтым. Жәке, торыдан айрылсам, менің өмірімнің сәні мен мәні кетеді. Одан да қолдан не келеді соны айтыңыз, дедім. Мені жақсы білетін Жақып аға, айтқаныңнан қайтпайтын мінезің бар бауырым. Дауласуға уақытас, атқа мінде орталыққа бар. Онда аудандық ветеринариялық станцияда Қасымқан деген ветеринар ағаң жұмыс істейді. Аудандық жылқының білгір емшісі сол ғана. Жамбыл ағаның аузымен құс түстейтін, желмен жарыс алатын жүйрігімен жүйткіп келем. Ойым біреу. Қайтсем де айғырымды ажалдан құтқару, қатарға қосу. Сол үшін жан пида. Маған сол сәтте торы айғырымнан жақын жан жоқ еді. 20 шақырымды артқа тастап, әп сәтте межелі жерге келіп жеттім. Жолым болғанда Қасымхан аға орнында екен. Айтып айтпай не керек, білікті маман Қасымхан аға атты ұйықтатып кәдімгідей операция жасады. Іріңдерді тазалады, қасқыр тілген жамбастың еттерін жібек жіппен теп-тегіс етіп тігіп шықты. Бір сөзбен айтқанда қазанатымды ажалдан арашалап алып қалды. Содан бері тор айғыр жамбас деген атқа ие болды. Жамбастың екінші ерлігі туралы айтып өтейін деп, Әлібек әңгімесін одан әрі жалғастырды. Ол бұлай болған еді. 2006 жылдың қысы ұзақ болып, көктемі кеш келді. Өзіңіз жақсы білесіз, Қызыл су, Ұзын бұлақ, Дүбір, Тасөткел өзендері Қанай өзеніне құяды. Өз кезегінде Қанай өзені Отрадное, Новоникольск,
Саратовка елді мекендерін басып өтіп, үлкен ертіске құяды. Жылда Сандықтау жайлауына барарда 500-дей бас жылқыларды құрайтын табынды Қанай өзенінің Саратовка селосынан кейінгі жазықтау жердегі өткелінен өткізіп жүреміз. Ол жерде судың тереңдігі аттың омырауынан келеді. Биыл да жылдағыдай сол жерден жылқыларды айдап өткізіп жатырмыз. Көштің басында жамбас айғыр. Ол бастады. Табын соның соңынан ілесті. Себелеп жаңбыр жауып тұр. Бұл кезде табынның 80% келесі бетке өтіп қойған болатын. Кенеттен Қанай өзенінің суы көтеріліп, қатты ағынға ұласты. Ағынға қарамай, ішінде құлан тайлары бар бір топ тырмысып, қарсы беттегі жағалауға қарай жүзіп келеді. Таулардан аққан қар сулардың көбеюінен, не болмаса жаңбырдың әсерінен бе, ағын одан сайын күшейіп, Қанай өзені ернеуінен асып тасыды. Сол сәтте қатты ағын қойсын ба, бір жас құлынды жағаға жеткізбей алып кетті. Бәрі көз алдымызда өтуде. Не істеу керек? Суға ағып бара жатқан құлынына жаны қиналған байтал биенің шұрқыраған дауысы жер жарады. Бәрі астан кестең болып кетті. Ойланып тұруға мұрша жоқ. Құлынды құтқару керек. Тек сіздің құлыным журналынан оқыған Михаил Шолоховтың «Жеребенок» деген әңгімесі есіме сап ете түсті. Онда азаматтық соғыс кезінде Дон өзенінде суға кетіп бара жатқан құлынды Федор атты жауынгер азамат құтқарып қалады ғой. Мен одан кеммін бе? Жақып ағаның ұрысқанына қарамай аттан түсіп, үстімдегі киімдерімді шеше бастаған болатынмын. Азынаған жамбастың дауысы қатты шықты. Жалт қарасам, о, тоба! Менің жамбасым қазақтың өзіне тартқан жүрек жұтқан ер қазанаты құлынға қарай жүзіп барады. Жай жүзіп бара жатқан жоқ, суға тұншығып, өмір мен өлімнің арасындағы сәбиді, бала құлынды құтқаруға бара жатыр. Оқыранған дауысы қандай керемет. Бұл әлемде қандай қиын қыстау жағдай болса да, жақсылық жасауға орын бар. Әділеттікке орын бар. Жігіттік, мәрттікке орын бар. Жанкештілікке орын бар. Қиналған жандарға көмек көрсетуге орын бар деп, үлгі көрсетіп барады менің жамбасым. Жүзуі қандай шіркіннің. Ондай жүзу әлемде жоқ. Құлынға жеткен бойда құлынына қалқан болған жамбас айғыр қалқалап аман есен алып шықты ағын судан құлынын. Қашанда баласына деген ананың жүрегі ерекше болады. Баласының тірі қалғанына жүрегі жарылардай қуанып, төбесі көкке жеткендей болып тұрған байтал биенің бота көздерінен жас парлап тұрғанды көру адам баласына бір ғанибет. Ал құлынды құтқарып қалған ер жүректі азынаған жамбас айғыр мен баласының аман есен тірі қалғанына шексіз қуанып тұрған байталдың бас түйістіріп, бірінің біріне ризашылдықтарын білдірулерін тілмен айтып жеткізіп беру мүмкін емес. Оны көру керек, оны түсіну керек. 58 жасқа келген Жақып ағам егіліп жылады. Біреуден естісем, сен бередім. Өзім көріп, таң тамаша болып тұрым. Жамбас айғыр нағыз қазанат екен. Оған бүгін көзім анық жетті. Заманында қазанаттар мына Алтайдан Атырауға, Ұлытаудан Алатауға дейін созылып жатқан. Ұлы даланы ерлікпен қорғаған батырларымыздың сенімді серіктері, қолғанаттары болған. Осындай қазыналары болғанда халқымыз қор болмаған. Сол жерде ағынан жарылған айтулы атбегі Жақып аға, өзіңде және өзің жаныңдай жақсы көретін қазанатың жамбасыңда аман сау жүріңдер деп ақбатасын берді. Кешкі ет желініп, соңынан шай ішіліп болған соң, Әлібек бауыр әңгімесін одан әрі жалғастырды. Жамбасымның елден ерен осы ерлігі туралы сыр шертуді жөн көріп тұрмын. Бұл оқиға 2008 жылдың қоңыр күзінде қараша айының ортасында Қалба тауларының бойында Сібе көлдерінің жанында болды. Ол кезде қожайынымыз осы өлкенің байы Ерік Шерубаевтың табанында 1000-ға жуық жылқылар, нақтырақ айтсам 33 үйірге бөлінген 950 бас құйма тұяқтылар бар еді.
Таңертеңгі 9-дар шамасында Қарақоста шай ішіп отырғанбыз. Алыстан келе жатқан қалың жылқының дүбірі анық естілді. Не боп қалды деп далаға атып шықтық. Қарасақ, Көктаудан асып, бүкіл табын біз отырған ойпатқа қарай дүркіреп келеді. Арттарынан арнайы біреулер қуып, айдап келе жатқандай, ерттеулі тұрған аттарымызға міне салып, табынға қарай шаптық. Бірден көзіме шалынғаны, менің қазанат тұқымды қазанатым, жамбасым, бір өзі 1000 бас жылқыны тай тұяғына дейін қалдырмай қайырып, шашау шығармай айдап келеді. Екі көзі қанталап, жалы күдірейіп кеткен. Азынаған айғыр дауысы жер жарады. Оған әбден бағынған табын айдаған жағына қарай ағылуда. Жігіттер, түсініп тұрған боларсыздар, жамбас жайдан жай бүкіл табынды осында айдап келмеді. Мұнда бір құпия жатыр. Үлкен қауіп болған. 4 аяқты не болмаса 2 аяқты жыртқыштардан шабуыл болған сияқты. Сендер табынды қайырып осында қарай тұрыңдар, ал біз Қанат екеуміз басына барып не болған көріп қайтайық дедім. Тың аттарға жол алыс емес. Жарты сағат болар болмаста біздің табын жайылатын жайылым алаңы алақандай көрінетін жотаға келіп жеттік. Алыстан бірін-бірі сүйемелдеп келе жатқан 2 адам көрінді. Оқиға былай өрбіген. Жартас ауылының Расул және Төкен атты 2 қара пиғылды адамдары біреулердің жылқысын ұрылап, оңай табыс табуға бел буып, арнайы жоспар құрады. Әр табында оқшауланып шеткерірек жүретін бір үйір болады. Біздегі сондай топ Марқакөлден келген қаба тұқымынан тараған биелер мен байталдар болады. Олардың бәрі де жамбастың қарауында болатын. Межеленген күні таң атар атпастан 2 ұры осы үйірді Көктаудың етегімен Байшы шатқалының бойымен қуып отырып, ит мұрны көрінбейтін Нуорман тоғайлы заемка аталатын терең сайға тығып тастау болады. Сосын сол жерден мал алумен шұғылданатындарға сатып отыру. Мүгедек болып қалған Расул ұрының айтқаны. Бәрі аяқ астынан болды. Өзім не болып қалған түсінбей қалдым. Бір қапталынан жылқыларды айдауға кіріскенім сол еді. Құлан мойнын кере созған, жалы күдірейген алып торы айғыр бірден менің астындағы аттың мойнынан қыршып түсті. Сосын 2 аяғын тік көтеріп, аттың үстіндегі маған шабуылдады. Сол көтерілген бойда сол аяғымен оң жақ қабырғамнан ұрды. Содан арғысын білмеймін. Есімнен танып қалыппын. Тек есімде қалғаны 2 аяғын тік көтеріп, шабуылдағандағы көз қарасы әлі көз алдымда. Сен не істеп жүрсің деген адамның көзі оттай жанып тұрды. Екінші ұры Төкеннің айтқаны. Расулдың дауысы өте қатты шықты. Аяқ астынан оған не боп қалды екен? Асымдағы атымның жүрісін жылдамдатып дауыс шыққан жерге жетіп келдім. Бұрын соңды мұндайды көргем жоқ. Дене бітімі ірі, есікпен төрдей, таудай десем де болады. Жалы күдірейген алпауыт тор айғыр 2 алдыңғы аяғын боксшыларша қайшылап, Расулды бір ұрып аттың үстінен ұшырып түсірді. Сосын маған қарай тұра ұмтылды. Сол екпінімен бойындағы бар күшімен келіп бізді қағып жайпап өтті. Атымыз екеуміз омақаса құладық. Жануар жаяу адамға тиіспейді екен, дір-дір етіп тұрған маған жоламай, мен мінген атты қуа жөнелді. Ол бейшарада жан жоқ, сайға қашып тығылды. Содан бері ұрлық жасасам, желкемнің шұңқырын көрейін деп. Жартас пен Өскемен қаласының арасына таксист болып жүрмін. Қол астындағы табынын 2 аяқты жыртқыштардан қорғау кезіндегі жамбастың болат тұяғы ұры Расулдың 4 қабырғасын сындырып, іш құрылысына зақым келтіреді. Ол Өскемен қаласындағы облыстық ауруханада 6 ай емделіп, 3 операция жасатады. Екінші топтағы мүгедек болып қалады. Ұрлық түбі қорлық деген осы емес пе? Аға, осы оқиғадан кейін жылқышы жігіттер жамбас айғырымды 1000 басы деп атап кетті. Сәдібек Түгел. Оқыған Қуат Ахметжанов.